Баршаңызға сәлем. Бүгін біз әмбебап қамыр жасайтын боламыз. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бұл қамырмен самса, түрлі бәлеш және Наполеон тортының кождарын да дайындауға болады. Мұздатқыштан шығарылған майды күштен өткізіп, онымен біріктіреміз. Осы кезекте жұмыртқа, тұз, сірке суын араластырып, мұздай суға қосамыз. Барлығысы 500 мг болу керек. Сұйықтықтың өлшемі 500 мг-нан аспауы керек, әйтпесе қамырымыз былжырап кетеді. Қамырды қатты елемейміз, тек онымен жай біріксе болды. Оның сұрпына өндірісіне қарай әртүрлі болады, аз болса шамалы қосыңыз. Менде 1 кг кетті. 2-3 сағатқа тоңазытқышта саламыз. Осы уақыт ішінде қамырымыз демалады. Міне осындай қатпарлы қамырымыз дайын болды. Егер менің рецептім ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк және қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, жазыңыздар. Рахмет.